Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді дамский пальчики, яғни бикеш саусақтары тортын жасайтын боламыз. Бикеш саусақтары тортының негізін заварное тесто құрайды. Одан кейін біз өте дәмді сливки мен сметана араласқан кремін даярлайтын боламыз. Алдымен заварное тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 150 грамм сары май, 400 мл су, 1 шымшым тұз, 5 жұмыртқа қажет. Жұмыртқамыз бірінші категориялы үлкен жұмыртқа болуы тиіс. Алдымен 400 мл суға сары майды салып, 1 шымшым тұз қосып, оны газға қайнатамыз. Қайнағаннан кейін оған 250 грамм ұнымызды біртіндеп қоса бастаймыз. Ұнымызды қосып отырып, бір жағынан араластырып отырамыз. Осы жерде біз заварное тесто жасаймыз. Ұн ыдыстың астына жабысып қалмас үшін лопаткамен немесе венчикпен тез араластырып отыруымыз қажет. Газды баяулап қойып, осы ұнымыз әбден қоюланғанға дейін, ол тесто қайналғанға дейін жақсылап араластырамыз. Тестомыз әбден қоймалжың болуы тиіс, сол кезде барып газды өшіреміз. Тестомыздың құрамында май болғандықтан ол негізінен ыдысымызға жабыспайды. Араласқанда кішкене қиынырақ араластырады, бірақ сонда да барынша тезірек араластыруға тырысыңыздар. Тестомыз қоймалжың болғанда біз газды өшіреміз. Миксерімізді қосып, араластырып остырып, осы тестомызды суытамыз. Тестомыз әбден суыған уақытта жұмыртқаларымызды біртіндеп қоса бастаймыз. Ең бірінші жұмыртқаны қосамыз. Содан соң миксермен жақсылап араластырамыз. Бірнеше минут. Содан соң екінші жұмыртқаны қосамыз. Қайтадан миксермен араластырамыз. Үшінші жұмыртқаны қосамыз. Солай кезектеп жұмыртқаларымызды қосып отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Негізінен жұмыртқамыз бірінші категориялы үлкен жұмыртқа болуы тиіс. Ал егерде сізде кішкентай жұмыртқа болған жағдайда 6 жұмыртқа қолдансаңыздар болады. Негізінен осындай қоймалжың тестоны араластырған кезінде миксердің мощностьі жоғары болған жақсы, сол кезде тестоны өте жақсы араластырады. Мен секілді қолдағы бар миксерді қолдансаңыздар да болады. Бірақ егер осындай қоймалжың тестоларды мен көп жұмыс істеген жағдайда бұндай миксерлердің құртылып қалуы мүмкін. Мен өз басымнан өткеннен кейін сіздермен бөлісіп отырғаным ғой. Дайын болған тестомызды лупипайдың насадкасы салынған кондитерлік мешокқа салып аламыз. Содан соң противенімізге пергамент қағазын немесе тефлоновый коврикті төсеп, соған осы бикеш саусақтарын, яғни ұзынша етіп жасаймыз. Духовкамызды 200 градусқа осы кезде қыздырып қоямыз. Содан соң осы бикеш саусақтарын жасаймыз. Бикеш саусақтары менде 2 противень тола шықты. Осыны мен 200 градуста қызып тұрған пешке 20 минут, содан соң 150 градуста тағы 10 минут пісіреміз. Бикеш саусақтары пісіп жатқан уақытта духовкамызды ашуға болмайды, өйткені ол басылып қалуы мүмкін. Келесі кезекте крем даярлаймыз. Ол үшін 400 мл сливкиді, 33% сливкиді жақсылап миксермен араластырамыз. Сливкиміз әбден көпіріп, яғни қатайған уақытта ғана тоқтатамыз. Венчиктің немесе миксердің басын алған уақытымызда, венчиктің басында сливкиміз қатып тұру керек. Сол кезде барып, осы сливкиміз дайын болды деген сөз. Майлылығы 20% сметана мен қант ұнтағын қосып араластырамыз. Бұл кезде миксермен қатты көп миксерлердің қажеті жоқ. Өйткені сметана көп араластырған жағдайда ол сұйық болып кетуі мүмкін. Сол үшін жай ғана қант ұнтағы еріп кету үшін аз ғана араластырамыз.
Сметананы сливкиге қосып, оны лопаткамен жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте дәмді креміміз дайын болады. Бикеш саусақтары дайын болған уақытта духовкадан шығарып суытып қоямыз. Суыған бикеш саусақтарын кремімізге салып отырып тортымызды құраймыз. Ол үшін форма қолдансаңыздар болады. Форманың астына ыдыс қойып, бикеш саусақтарын сала отырып тортымызды құраймыз. Бикеш саусақтарын барынша тығыз орналастыруға тырысыңыздар. Сол кезде тортымыз әдемі формасын құрайтын болады. Тортымыз құрап болғаннан кейін оны кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Бір түнге қалдырсаңыздар тіптен жақсы. Сонда креміміз барынша сіңіп, өзінің керемет дәмін беретін болады. Тортымыздың мен бетін жауып, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа жібердім. Бірнеше сағаттан кейін тортымыздың формасын, яғни алып тастаймыз. Одан соң қалған кремді бетіне, айналасына, жан-жағына жапып шықсаңыздар болады. Ал тортты әсемдеу, сәндеу, ол барлығы сіздің өзіңіздің еркіңізде. Мен кокосовой стружкамен әсемдеген болатын, ал сіздер шоколадты ертіп құйсаңыздар да болады. Оның бетіне жаңғақ сеуіп сәндесеңіздер де болады. Әртүрлі өзіңіздің фантазияңыз бен ойыңызға байланысты тортыңызды сәндей бересіздер. Тортымыз осы креммен бірге өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Сол үшін сіздерге де міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантуға кеңес беремін.